Прованс лаванды жұпарын ұмытты, ал Стокгольм қауіпсіздік аралшығы мәртебесінен айырылды. Францияның шалғайындағы туристер енді пасторальды базарларының орнына шығыс базарларына тап болады, ал ол жердегі жергілікті сөз урду мен араб тілінің у-шуына батып кеткен. Бұл антиутопияның желісі емес, бұл жаңа еуропалық шындық. Бірақ неліктен мұсылмандар Арабиядағы бай діндестерін еремей, христиандық Еуропаға жаппай қашады? Неге Дубайдың сән-салтанатын емес, солтүстіктің батпағын таңдайды? Дағдарыстың тереңдігін Швеция бәрінен жақсы көрсетіп отыр. Толеранттылықтың шамшырағы болған ел ресми түрде мойындады. Интеграция сәтсіз аяқталды. Біртұтас қоғамның орнына кландар заңымен өмір сүретін параллель әлемдер пайда болды. Амалы таусылған Стокгольм бұрын-соңды болмаған шараларға баруда. 2026 жылдан бастап мигранттарға ерікті түрде елден кеткені үшін 350 мың кронға дейін 30 мың доллардан астам төлеуге дайын. Бұрын небәрі 10 мың беретін. Соманың 35 есе өсуі бұл жомарттық емес, бұл мемлекеттің өз жеріндегі бақылауды қайтару үшін төлеп отырған құны. Швеция бұл қайғыда жалғыз емес. Италия. Джорджа Мелони елінің босқындар лагеріне айналмайтынын ашық айтты. Нидерланд. Герт Вилдерс ислам мен батыс құндылықтарының үйлеспейтінін ашық айтып, сайлауда жеңіске жетті. Ирландия. Дублиндегі наразылықтар бүлікке ұласты. 500 мигрантқа баспана ретінде дайындалған Crown Paints фабрикасын бірнеше рет өртеді. Ireland is full. Ирландия лық толы ұраны жаңа дәуірдің девизіне айналды. Еуропаның инфрақұрылымы сыр беріп тұр, бірақ осы тұста басты сұрақ туындайды. Босқындар ағыны мұсылман елдерінен Сирия, Ауғанстан, Ирак, Сомалиден келуде. Адамдар соғыс пен кедейліктен қашуда. Логика бойынша олар құтқаруды діндес бауырларынан іздеу керек еді. Іргесінде парсы шығанағының ең бай монархиялары гүлденіп тұр. Сауд Арабиясы, БАА, Катар, Кувейт. Ол жақта сол мешіттер, түсінікті, тіл және шөл даланы жауып тастауға жететін ақша бар. Алайда босқындар бай Дубайға емес, бөтен, зайырлы және суық Еуропаға ұмтылады. Неге? Жауабы өте цинизмге толы әрі қарапайым. Араб әлемі есіктеріне ауыр қылып іліп қойған. Шығанақ монархиялары жай ғана авторитарлық режимдер емес, олар бір отбасына тиесілі алып жабық акционерлік қоғамдар. Мұндағы экономика корпорация қағидаттары бойынша жұмыс істейді. Жергілікті тұрғындар артықшылыққа ие акционерлер. Олар тумысынан бастап майлы дивидендтер алады. Қарыздарын кешіруден бастап тегін медицинаға дейін. Ал мигранттар бұл жалдамалы персонал, құрылысшылар, инженерлер, еден жуушылар. Елестетіп көріңізші, саны жағынан акционерлерден асып түсетін осы жалдамалы штат кенеттен бизнестен үлес талап етсе ше? Шейхтер үшін бұл қорқынышты түс. Математика қатал. Егер миллиондаған жұмысшыға азаматтық таратса, бәрі құлдырайды. Жергілікті халықтың алтын таулары тиын-тебенге айналады. Ал жаңа азаматтар бірден бас директорын ауыстыруға дауыс береді. Шейхтер 70 жылдардағы Ливан трагедиясын жақсы есте сақтаған. Онда демографиялық өзгеріс елді қанға бөктірген еді. Олардың қорытындысы қарапайым. Есікті жабықста немесе биліктен айырыласың. Сондықтан шығанақта қатыгез, бірақ тиімді кафала жүйесі үстемдік құрады. Босқын мәртебесі жоқ, тек келісім шарт қана бар. Жұмыс істесең, өмір сүресің. Орнынан айырылдың ба, елден кетуге 30 күнің бар. Азаматтық бұл қан. Катарда 50 жыл тұрып тілді мінсіз білуге болады, бірақ мәңгілікке бөтен болып қаласың. Женева конвенциясын елемей, монархиялар келгендерге прагматикалық көзқараспен қарайды. Олар болашақ отандастар емес, зәулім ғимараттар салуға арналған пайдалы құралдар. Неліктен кәрі құрлық дәл осылай қатал әрекет ете алмайды? Неге Еуропа миллиондаған адамды, көбіне оның мәдениетіне ашық түрде дұшпандық танытатындарды қабылдауға және асырауға міндетті? Бұл геосаяси дәрменсіздіктің тамыры 20 ғасырдың жараларында жатыр. Еуропаны екі тарихи фактор кепілге алды. Фактор бірінші – Гитлердің көлеңкесі және енді қайталанбасын. Қазіргі Еуропаның іргетасы екінші дүниежүзілік соғыстың күл қоқысының үстіне құйылған бетоннан қаланған. Холокост сұмдығынан кейін батыс қасиетті ант берді. Адамды тек шыққан тегі үшін өлімге қиюға болмайтын әлем құру. 1951 жылғы Женева конвенциясы қанмен және нақты адамдар үшін нацистердің газ камералары мен сталинизм лагерлерінен қашқандар үшін жазылды. Non-refoulement қағидаты қауіпті жерге қайтаруға тыйым салу еуропалық құқықтың догмасына айналды. Одан бас тарту тарих сабақтарына опасыздық жасау деген сөз. Бірақ тұзақ та осында жатыр. Диссиденттерді құтқару үшін жасалған заңдық механизм бүгінде өмірін сақтау үшін емес, жәрдемақы алу үшін шекараны бұзып өтетін экономикалық мигранттардың әмбебап кілтіне айналды. Фактор екінші – гастарбайтер иллюзиясы. Соғыстан кейін Еуропа қирап жатты, бірақ көп ұзамай экономикалық ғажайып орын алды. Volkswagen зауыттары мен Париж құрылыстарына миллиондаған жұмыс қолы қажет болды. Өз ер азаматтарын соғыс жалмап кеткен еді. Билік аңғалдықпен конвейерді іске қосып жатырмыз деп ойлады. Мигрант 2 жыл жұмыс істеп, зейнетақыда мектепте талап етпестен еліне қайтады.
Бірақ жаңадан келгендерді оқытуға қайта-қайта шығынданғысы келмеген бизнес келісімшарттардың ұзартылуын қолдады. Швейцариялық классик Макс Фриш бұған бір сөйлеммен үкім шығарды. Біз жұмыс күшін шақырдық, алайда адамдар келді. 70-ші жылдарға қарай уақытша қонақтар отбасымен бірігу құқығын пайдаланып, тамыр жайды. Олар міне кеткелі жатыр деген иллюзиямен өмір сүрген Еуропа ондаған жылдар бойы интеграцияны елемеді. Осы вакуумда ішкі шетел өз ережелерімен өмір сүретін анклавтар пайда болды. Шынын айтайық, мәселе өзге дінде емес, математикада. Еуропа мұндай көлем мен ағынның жылдамдығын қорталмады. Сыни масса шектен асқанда тізбекті реакция іске қосылады. Келгендер арзан аудандарға қоныстанады, жергілікті тұрғындар көшіп кетеді, гетто пайда болады. Мұндай аудандардағы мектептер лезде деградацияға ұшырайды. Мұғалім уақытын алгебраға емес, тілді түсінбейтін балаларға түсіндіруге жұмсайды. Нәтижесінде біз Франция немесе Швеция төлқұжаты бар, бірақ сол елге деген толық жек көрушілік сезіміндегі жоғалған ұрпақты аламыз. Оларда жаман мекенжаймен тегіне бола жұмыс қалмайды. Сөйтіп, жалғыз әлеуметтік лифт қылмысқа айналады. Париждегі өртенген қала маңы мен Швециядағы бандылар соғысы кездейсоқтық емес. Бұл тарихтың сәтсіз әлеуметтік саясаты үшін Еуропаға сұнған заңды төлемі. Ескі әдістердің тығырыққа тірейтінін түсінген Брюссель қарсы шабуылға көшті. Дәл қазір Еуропа өзінің генетикалық кодын қайта жазып, өтпелі ауладан алынбас қамалға айналуда. Міне, жаңа еуропалық саясаттың 4 тірегі. Кіреберістегі сүзгі. ЕО-ның жаңа көші-қон пактісі ешқандай саңылау қалдырмайды. Тағдыр шекарада санаулы күндер ішінде шешіледі. Егер сен оқтан қашпай, жәрдемақы іздеп жүрсең, депортация дереу орындалады. Еуропа аумағында жылдар бойы соттасу енді мүмкін емес. Шекараны сыртқа шығару, мәселені аутсорсингке беру. Еуропа заңды айла тапты. Құқықтар, мигранттың аяғы ЕО жеріне тигенде пайда болады. Шешім, оның тиюіне жол бермеу. Италия қазірдің өзінде теңізде қайықтарды ұстап, адамдарды Римге емес, Албаниядағы лагерлерге әкелуде. Ол жерде Брюссель юрисдикциясынан тыс баспана алу мүмкіндігі еселеп азаяды. Баспана орнына ақша. Скандинавиядан жерорта теңізіне дейін цинизмге толы, бірақ тиімді есеп енгізілуде. Жұмыссызды жылдар бойы асырағанша, мигрантқа кету үшін ақша төлеген арзандырақ. Мәжбүрлі интеграция. Мультимәдениеттілік дәуірі өлді. Халқың келеме? Тіл үйрен, емтихан тапсыр, жұмыс істе. Талап шегіне жеткенше күшейтілуде. Не сен жүйенің бір бөлігі боласың, не жүйе сені сыртқа лақтырады. Еуропа өліп жатқан жоқ. Ол жай ғана романтикалық гуманизм дәуірмен қоштасып, есейіп келеді. Миграциялық дағдарыс. Кәрі құрлықтың көзіндегі қызғылт көзілдірікті жұлып алды. Көршілерін тасқамалдың артында өмір сүріп жатқанда барлық желге ашық болуға болмайды. Мигранттар зұлымдық емес, олар жақсы үлес іздеген адамдар. Бірақ хаостың тәртіпке шарп қоюына жол берген механизм түпкілікті сынды. Қазір Еуропа жаңа шынайылықты құруда. Ол өз беделін сақтап, қауіпсіздікті қайтара ала ма? Бұл 10 жылдықтың басты интригасы. Әлемнің қалай өзгеріп жатқанын бақылау үшін арнаға жазылыңыздар. Кездескенше.